2018-ден 2021-ге дейін 5 жусан операциясы өтті. Ұлттық қауіпсіздік комитетпен бірінші президентіміз елбасымыздың қолдауымен олар бері қарай қайтып келді елімізге. Сол кезде өте ауыр жағдайда болды қыздар. Кездесіп жүрсіздер ме? Әлі күнге дейін кездесесіздер ме? Әлі күнге дейін бірнеше бірқатар келіншегімізден қанша екен айтпай ақ қояйын, бірқатар азаматшаларымыз шеттей балдар өзгерді ма деп жатқаным. Бірнеше бала шағасымен келді қазақ еліне. Енді мен олардан 5 жылға жуық болды олармен жұмыс жасап жатқаныма. Психологиялық қолдау көрсетем. Сол кезде айтады: апай, біз соншалықты сол кезде критикалық мышлениеміз жоқ екен. Сол кезде өз-өзімізге сұрақ та қоймапты ғой. Қай жерге бара жатырмыз? Үй жоқ, күй жоқ, туыс жоқ, бауыр жоқ, тек қана күйеуінің артынан уланған, не уланған күйеуінің артына кете берген. Ол жерге барғаннан кейін не көрді олар? Бейбітшілік жоқ, ешқандай жаңағы білім жоқ, медицина жоқ, ешқандай гигиена жоқ. Міне барғаннан кейін күйеулері бір айдың ішінде, тіпті бір жылдың ішінде қайтыс болған. Сонымен азаматшаларымыз қалып кете берген қолында шеттей балдармен. Ол жерге барған екен, азаматтар қайтыс болған екен, олардың бәрін бір лагерьға апарып қамаған, енді орналастырған ғой. Сол жерге орналастырған екен, әр жақтан келген жаңағы байбектеріміз дейміз ғой, байбектер, әр елден келген келіп, міне бүгін сен менің келіншегім боласың деп алып кете берген. Бір аптадан кейін, 2 аптадан кейін жаңағы тойғаннан кейін ол келіншектің қызығына 3 рет талақ айтып тастап кете берген. Ал енді сен менің келіншегім. Өздері соны айтып отыр ма негізі? Бәрін айтып береді. Қандай зардап шеккендер, міне соның бәрі діни сауатсыздықтың арқасында. Өте жаңа тәрбиенің төмен болған арқасында. Енді мен психолог болған кейін мен оның бәрін зерттеймін ғой постоянно. Сол кезде менің шешім, тұжырымым, ойлаған ойым деймін да енді. Ол қыздар не үшін өскен кезде ондай жаңағы ешқандай критикалық мышлениесі жоқ, өйткені сондай отбасыдан шықты. Анасының тәрбиесін көрмеген, жөнді тәрбиесін көрмеген. Анасы оған: міне сен толығымен осы ненің тұлғасысың, қоғамның тұлғасысың, сенің де сөзіңнің бір бағасы бар, сен де жоқ деп айта аласың, былай болады, былай болады деп кеңес айта аласың деп оларға санасына енгізбеген. Оның бәрі отбасынан басталады. Отбасыда мейіріміне, әкесінің жаңағы қамқорына, я болмаса анасының мейіріміне қанбаған қыз келешекте сондай кез келген адам, ер адам, сен менікісің, мен сені жақсы көремін, сен маған ұнайсың десе, соның жетегінде кете береді екен.